балалар, бүгінгі дүниетану пәнінен тарауымыз адам өміріне ауа райының әсері. Мақсаты ауа райының адам өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіне оң және кері әсерін талдау. Ауа райы белгілі бір уақытта немесе уақыт аралығында тәулік, ай байқалатын құбылмалы жағдайы. Ауа райын болжау үшін ауа температурасын, желдің күшін, аспандағы бұлттың жағдайын, жауын-шашынның болатынын анықтайды. Мәселен, мысалға, Ақтау қаласының бүгінгі ауа райын қарастырсақ, ағымдағы ауа райы 12 градус, мұнарлы бұлттар, ультракүлгін көрсеткіші 0-ден төмен, жел 17 км сағат, ұйытқу 25 км сағат, ылғалдылық 49%, еру температурасы 1 Цельсий, бұлттылық 51%. Ауа райының элементтері мен құбылыстарына температура, бұлттылық жағдайы, жел, жауын-шашын жатады. Ауа райы туралы халық арасында түсініктер. Халық арасында күн қызарып батса, ертең ауа райы ашық болады деген түсінік бар. Оның үлкендерден сұрап түсініп, одан ары қарай біліп алуларыңызға болады. Тағы ауа райына байланысты не айтылады? Еске түсірейік. Ауа райын ертерек білу не үшін қажет? Ауа райын зерттеу адамның күнделікті тұрмысы мен шаруашылық әрекеті үшін қажет. Ауа райы болжам